Сәлем достар, мен журналист Жазира Байдалымын. Бұл менің сөз сиқыры деп аталатын авторлық эксклюзив курсым. Бұл қандай да бір курстың көшірмесі емес, айтылатын барлық ақпарат тәжірибемнің, ізденісімнің нәтижесі. Ендеше бірден іске көшейік. Бірінші күннің тақырыбы пост қаңқасы деп аталады. Сіз Владимир Маяковскийдің копирайтер болғанын біліп бедіңіз? Даже дети соскую курят посольскую деген кеңестік кездегі атақты жанамалардың бірі, сол жанаманың авторы Владимир Маяковский. Былайша айтқан кезде қайда қарасаңыз да сіздің алдыңыздан мәтін шығады. Ол ақпараттық мәтін болуы мүмкін, жанамалық мәтін болуы мүмкін. Бірақ қазақ тілінде жазылған мәтіндерге назар салсаң, жүрегің ауырады. Себебі қате көп, калька, аударма. Курстың мақсаты жүректі ауыртпайтын мәтін, пост жазып үйрету. Бірақ пост жазу тақырыбына өтпес бұрын, пост қаңқасын бермес бұрын мына нәрсеге назарыңызды аударғым келеді. Өркен Кенжебек бір пост үшін 200 мың теңге алады. Әлішер Елікбаевтың құны 1,5 миллион теңге. Ендеше бізге де неге сондай деңгейге көтерілмеске, неге соған ұмтылмасқа? Өйткені пост жазу тек қана абырой, ақша ғана алып келмейді, ол бізге копирайтерге қажет білім береді. Инстаграмды дамытайық. Ол үшін мына нәрсені білу керек. Инстаграмның 3 түрі бар. Жай блог, жеке блог және бизнес. Бүгінгі айтылатын барлық дүние жеке блогқа қатысты. Жеке блогты қалай дамыту керек? Ол үшін 4 дүниемен жұмыс істеу керек. Ол сала, жарнама, фотоконтент, пост. Қазір біз әрқайсына бөлек-бөлек тоқталамыз. Сала дегеніміз ниша. Нишаның қазақша аудармасы. Бұл сіздің бағытыңыз. Сіз не туралы жазасыз, неге ұмтыласыз, сол сіздің салаңыз. Хоббиіңіз салаңызға айналуы мүмкін. Мамандығыңыз, біліміңіз салаңызға айналуы мүмкін. Немесе адасып жүрген, не жазарыңызды білмей жүрген жан болсаңыз, онда икигай әдісін қолдануға кеңес беремін. Бұл жапондардың өмір сүру стилі, пәлсапасы. Икигай деген не, онымен қалай жұмыс істейді, осы сұрақтың жауабын табу үшін мен сізге сілтеме жіберемін чатқа, сол сілтемеге кіріп икигаймен таныса аласыз. Қазір уақытыңызды алмай-ақ қояйын. Салаңыз таңдалды деп есептейік. Пост жазу бізге әлі ерте. Біз Инстаграмды жөндеп аламыз. Мына скринге назар аударыңыз. Бұл менің профилім. Осы профильдегі ақпарат, мәтін уникальное товарное предложение. Қазақша аударсақ, ешкім бас тарта алмайтын ерекше ұсыныс. Өзіңізді қалай жарнамалайсыз, өзіңізді кім ретінде паш етесіз? Міне осының барлығы сіздің ОТП-ңызға айналу керек. Осы профильді толтыру үшін Инстаграм бізге 150 символ береді. 150 символға бәрін сыйдырасыз. Ол үшін мына нәрселерді біліңіз. Бірінші, неге ойластырасыз? Немесе аты жөніңізді мына жерге жазып қойсаңыз болады. Одан кейін мен мына жерге копирайтинг деп жаздым. Неге? Өйткені копирайтинг деп іздеу жүйесіне жазған адам менің парақшама тап болады. Егер сіз мобилографияны айналыссаңыз, онда мобилография деп жазып қойыңыз. Өйткені сізді танымайтын, бірақ сіздің салаңызға қызығатын адам сіздің парақшаңызға осылай кез болады. Одан кейін аты жөнімді, толық аты жөнімді жазып қойдым. Сіз егер никті ойлап таппасаңыз, ол жерге аты жөніңізді жазсаңыз, онда мына жерге қай жерде жұмыс істейсіз, соны жазып қойсаңыз болады. Одан кейін журналист екенімді, Қазақстан Республикасының ақпарат саласының үздігі екенімді жаздым. Неге? Өйткені мына 3-ші жолаққа біз неме мақтанамыз, жетістігіміз қандай, сол нәрсені жазуымыз керек. Бұл факт. Сондықтан сіз не нәрсе мақтанасыз, сіздің қандай жетістігіңіз бар, осыны мына жерге қысқа нұсқа әдемі етіп жазып қойыңыз. Егер стандартты қолдану мүмкіндік болса, онда көрсетіңіз. 4-ші жолаққа мен өзімнің өмірлік ұстанымды жаздым. Мәтін жазып, мәз қылам, мани алам. Сіз де өзіңіздің озыңызды ойлап табыңыз. Немесе ерекше ұсынысыңыз қандай? Осы 24 сағатта сіз бір нәрсе ұйымдастырып жатсыз ба? Курстың бағасын өзгерттіңіз ба? Осының барлығын мына жерге ерекше ұсынысыңызды 4-ші жолаққа жазып қоясыз. Ең соңында мен хэштег қойдым. Егер копирайтинг емес, қазақша копирайтинг деп біреу іздеу жүйесіне кілт сөз жазса, онда қайтадан оның алдынан менің парақшам шығады. Сіз қайтадан мына жерге мобилография, немесе фотосессия Алматы, ойыншықтар Шымкент деп хэштег қойып қойсаңыз болады. Ең соңғы жолақ ол сілтеме қоятын жер. WhatsApp-қа, Telegram нөміріңізге
сілтеме жасай аласыз. Бір газетке, журналға сұхбат берсеңіз, онда сол сұхбаттың сілтемесін мына жерге қоя салыңыз. Егер сілтеме қойғыңыз келмесе, онда локация көрсетесіз. Бәлкім Бельгияда тұратын қазақ шығарсыз. Онда Бельгияның қай қаласында тұрасыз, соның локацияны көрсетіңіз. Немесе Алматыда ойыншықты мынадай көшеде, мынадай бутикте сатамын десеңіз, онда сол локацияны мына жерге қойып қойыңыз. Клиентіңіз, оқырманыңыз сізді сол локацияға қарап ертең таба алады. Енді кезекте фотоконтентке назар аударамыз. Фотоконтент жасау үшін фотосессия ұйымдастырамыз. Егер фотосессия ұйымдастыруға қазір мүмкіндігіміз, уақытымыз болмаса, онда дайын суретті пайдаланамыз. Дайын суретті ұсынатын арнайы қосымшалар бар. Ол Canva, Pinterest деген сияқты, Pixabay да бар. Олар көп негізі. Мен сізге тек қана 2-3 ғана мысал ретінде келтіріп жатырмын. Салаңыз бойынша кілт сөз жазасыз, сізге әдемі суреттерді ұсынады, арасынан көңіліңіз қалаған суретті таңдап алыңыз. Енді ең қызық жеріне келдік. Пост қаңқасы. Мен сізге қазір дайын скрипт берем. Ол от тақырып, оқиға, идея, факт, әрекетке шақыру. От тақырып деген не? 5-6 сөзден аспайтын, адамды еліктіретін, интрига тудыратын тақырып. Тақырыптың кей сөзін бас әріппен жазуға болады. Тақырыпқа нүкте қоймайсыз. Одан кейін оқиға келтіресіз. Бұл тақырыпты, бұл постты жазуға сізді не итермеледі? Қандай оқиға есіңізге түсіп отыр? Storytelling. Бір оқиғаны баяндайсыз, бір оқиғаның басын бастайсыз. Одан кейін негізгі ойыңызды айтасыз. Идеяңыз қандай бар? Қандай мәселе туындап жатыр? Не туралы айтқыңыз келді? Негізгі ойыңыз, айтар идеяңыз 10-12 сөйлемнен аспағаны жақсы. Идеяңызды айттыңыз, енді факт келтіресіз. Постыңыздың өзекті екенін дәлелдейсіз. Статистика келтіресіз, сандарды сөйлетесіз. Ең соңында әрекетке шақырасыз. Пост ұнады ма, ендеше сақтап алыңыз, достарыңызға бөлісіңіз, лүпіл басыңыз дегендей. Алғашқы кезде, пост жаза алмаған кезде осы скриптті пайдаланасыз. Тура мен қандай реттілікпен бердім, сол реттілікпен жазып шықсаңыз болады. Болашақта қаламыңыз қарымды болған кезде мыналардың орнын ауыстыруға болады. Бірінші орында әрине от тақырып қала береді. Бірақ енді оқиғадан бастамайсыз, бірден факттен бастайсыз, одан кейін идеяны айтасыз, одан кейін оқиға. Немесе от тақырып, одан кейін әрекетке шақырасыз. Алдымен постымды сақтап алыңыз, одан кейін оқыңыз деген сияқты. Одан кейін негізгі ой, одан кейін оқиға, одан кейін фактпен аяқтасаңыз болады. Пост көзге түссін десеңіз не істеу керек? Фото сапалы болу керек. Бірақ міндетті түрде оны камераға түсіру шарт емес. Ұялы телефоныңыз арқылы да жақсы фотосессия жасауға мүмкіндік бар. Жалпы ұялы телефонға сурет түсірсеңіз, Instagram оны жақсы көреді. Сол постыңызды жоғары көтеруге, жарнамалауға тырысады. Сондықтан да мүмкіндік болса, ұялы телефонға түсіруге кеңес беремін. Фотоконтентті алдын ала дайындаймыз. Өзектілік. Жұрттың бәрі, мысалы, коронавирус деп уайымдап жатқан кезде, сіз түк болмағандай басқа бір тақырыпта, өмірден қалай рахаттану керек, немесе фотоға қалай түсіру керек деген тақырыпта пост жасаңыз, сіз ешкімге қызық болмайсыз. Сіз жаңағы коронавирусты, карантин деген тақырыптарды өзіңіздің салаңызбен, өзіңіздің тақырыбыңызбен етене байланыстыруыңыз керек. Жұрттың бәрін не елеңдетіп жатыр? Сіз сол нәрсеге қызығушылықты аудара отырып, өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің идеяңызды айтасыз. Жазбаңыз жеңіл болу керек. Ғылыми, күрделі тілден, терминдерден қашыңыз. Барынша қарапайым жазыңыз. Постты кез келген жастағы оқырман оқыса да, айтқан дүниеңізді түсінуі шарт. Одан кейін хэштег. Пост оқыту үшін ең көп қолданылатын хэштегті посттың соңында жазасыз. Салаңыз бойынша қандай хэштегтер ең көп қолданылады? Сіз білесіз бе? Егер білмесеңіз, онда кәдімгідей теріп көріңіз. Мысалы, копирайтинг десе алдыңыздан шығады, пост десеңіз алдыңыздан шығады. Мына хэштегтер 100 деген постта қолданылған деп Instagram өзі сізге информация береді. Сол хэштегтерді өзіңізге түртіп алыңыз. Келесі посттарда осы хэштегтерді келтіруді ұмытпайсыз. Бірақ бір постқа 20 хэштег жазып жүрмеңіз. Бір ары кетсе 7-8 жазсаңыз болады. Мұнда да өзектілікті сақтау керек. Үйден шықпа деген сияқты актуалды хэштегтерді пайдаланыңыз. Stories. Тек қана пост жасаңыз, Instagram дамымайды. Міндетті түрде stories түсіру керек. Күніне 7-8 stories. Стористе өзіңізді, яғни бет жүзіңізді көрсетіңіз. Сторисге түсуден ұялмаңыз. Сонымен қатар пост жазасыз ғой. Сосын оны стористе жарнамалаңыз. Мен мынадай пост жаздым, мынадай құпияны аштым, мынадай информациямен бөлістім. Қызық болады, оқыңыз деген сияқты жарнама жасай аласыз. Мұны посттың анонсы дейміз.
Жалпы пост қаңқасы бойынша барлық ақпаратты айттым. Ендігі кезекте үй тапсырмасы. Дайын скрипт бойынша салаңызға қатысты пост жазыңыз. Пост жазғаннан кейін қандай әсер кештіңіз, қандай эмоция сізде туындады, жеңіл болды ма, қиын болды ма, соны маған айтыңыз. Сіздің салаңыз бойынша дамып жатқан парақшаларға, аккаунттарға жазылыңыз. Соларды қазірден бастап, бүгіннен бастап бақылауда ұстаңыз. Сәттілік!